Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Биханова Жеңіскүл зигзаг кезет арнасы. Қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге өте ерекше, күрделі саты құрағын құрауды үйрететін боламын. Бұл құрақтың ерекшелігі таза мақпалдан және де королевский үйлерден құралады. Ол үшін бізге 9 да 9 көктем 1 шаршы қажет, және бізге ені 9 да 9 қызылдан 1 шаршы қажет. Және бізге керек қажет болады, міне, ені 10 да 10-нан, міне, 9 шаршы қажет. Сосын сері түстен ені 10 да 10-нан 9 шаршы қажет. Сосын бізге қажет болады ені міне 9 сантиметрден көк және қызыл мата жолақтары қажет. Осы сары түсті шаршымызды сері түсті шаршымызға қосып тігеміз. Ол қосып тігу үшін міне мысалы сері түсімізді осылай аламыз және сары түсімізді осылай аламыз да. Мен алдын ала дайындап қойдым. Мына шеті мен мына шетінің арасын бірдегі сызып аламыз, сосын екі шетін сызып аламыз. Мына ортасындағы сызық ол қиюға арналған, мына екі сызық тігуге арналған. Және осыларымыздың бәрін тігіп шығамыз. Міне шаршыларымызды тігіп шықтық екі жанынан. Енді мына ортасында тұрған сызықтан бүкіл шаршымызды қиып шығамыз. Ол үшін осылай қиямыз. Міне қиылғанда осындай шаршы шықты. Осыдан бізден 18 шаршы шықты, бірақ құрағымызға 17-сі қажет осындайдың. Біреуін алып тастадық, 17-сін пайдаланамыз. Енді құрақты құрап бастаймыз. Бұл құрақ өте күрделі, мән беріп, қарап алып, түсініп алыңыздар. Ең бірінші ортасын құраймыз, ортасын осылай құраймыз. Енді осыны тігіп аламыз. Мынау міне біріншісі, мынау екіншісін мына қызылға осы құрағымызды осылай бекітеміз да, өстіп тігіп аламыз. Дәл осылай тігіп аламыз. Міне осылай шықты. Екіншісі. Енді осыны осылай тігіп аламыз. Міне екеуін қостық, осылай шығады. Енді үшінші қатарымызды тігеміз. Оған көкті мына жеріне қоямыз да. Міне осылай қойып, осы көкпен неміз осылай тігіп аламыз. Міне енді осы тіккенімізді үшінші қатарын осыған осылай қаратып тігіп аламыз. Міне осылай болып шықты. Төртінші қатарымызды осы қызылға осылай сарысын осылай толықтай қаратып тігіп аламыз. Төртінші қатарымызды осылай тігіп алдық. Енді оны осылай қаратып
өстіп тігіп аламыз мына жерге шейін. Міне осындай болып шықты. Енді келесі қатарына осылай тігіп аламыз. Сарысын өстіп қаратып, толықтай көгімізге тігіп аламыз. Міне осылай қылып тіктік. Енді осыны осылай қаратып отырып, осылай тігіп аламыз. Міне қызылымызға мына серейімізді осылай қаратып от, машинкамен тігіп аламыз. Тігіп алдық. Енді осыны, осы тіккен немізді осылай қаратып отырып тігіп аламыз. Бұлай қаратып тігеміз. Келесін осы серий өзяғын көкке қаратып, осылай тігіп аламыз. Енді осы тігіп алғанымызды былай қаратып отырып, осылай тігіп аламыз. Міне дайын болды. Міне мына қатарын. Енді келесі қатарын тігеміз. Мына қызылға осылай сары жағын қаратып тұрып тігіп аламыз. Міне тігіп шықты. Енді осыны осылай қаратып отырып, осылай тігіп шығамыз. Міне тігіп шықтық. Енді мына қалғанын да қиып тастаймыз. Мына көкті енді мына сарыға осылай бекітеміз. Міне тігіп шықты. Енді осыны осылай қаратып отырып тігіп аламыз. Келесі қатарға мыналарды өйстіп түзу керек. Өйстіп есептеп аласыздар да, өйстіп тіге қоясыздар. Міне дайын болды. Осы дайын болған немізді осылай қаратамыз да, осылай тігіп шығамыз.
Міне кендігі қатарымызды біз көк түсімізге сері түсімізді осылай тігіп аламыз да тігіп аламыз. Міне мына жолағымыз дайын болды. Енді осыны осылай қаратып отырып кесегендей қылып осылай қойып осылай тігіп аламыз. Шатысып кетпеңіздер, мән беріп қараңыздар. Міне қызыл немізге сарымыз былай түсу керек, сондықтан былай тігеміз. Міне тігіп алдық. Енді осыны осылай қаратып, осылай тігіп шығамыз. Мына қатарымызды жеріне осылай есептеп аламыз да. Осылай қойып, тігіп аламыз машина. Міне тігіп шықтық. Осыны осылай қаратамыз да, осылай тігіп шығамыз. Мына қызыл түсімізге серийді осылай қоямыз да, өстіп қаратып тігіп аламыз. Мына тігіп алған қатарымызды өстеміз да, осылай до конца тігіп шығамыз. Мына ең соңғы қатарымыз. Мынаған осылай тігіп аламыз, бір жағын осылай тігіп аламыз. Міне осылай тігіп шықтық. Сіздерге көрсеткен екенді осыны былай қаратып, бүйтіп қаратамыз да былай тігіп аламыз. Міне құрағымыз дайын болды. Міне осындай соңғы жағы осылай болып шығады. Себебі бұл келесі құрақты тағы да жалғастырған кездеге арналған. Бұл саты құрағы. Игеріп үйреніп алыңыздар. Шамалы күрделі қиындықтар болуы мүмкін. Бірақ әдемі бұл үлкен жаңа көрпелердің беттеріне арналған құрақ.